Ал енді күн райы туралы ақпарға ойыссақ, арқада ақпанның ақ бораны күшіне мініп күн күрт суытты. Өткен түні Елордада аяздың сезілуі -50 градусқа жетті. Ал Нұр-Сұлтаннан бір ай бұрын көктеммен қауышатын Алматыда 50 сантиметр қар түсіп, қыс жаңа келгендей болды. Салдарынан тұрғындар мен көлік қозғалысы қиындап, жолда кептеліс пайда болды. Бүгін Елордада осы қыстағы ең суық түндердің бірі болды. Синоптиктер таратқан мәліметке қарасақ, анау айтқандай аяз жоқ секілді. -25 градустың ар жақ бер жағында. Алайда ұйытқи соққан жел аязды екешелеп жіберді. Тұрғындардың әлеуметтік желіде бөліскен мәліметтеріне сенсек, таңғы сағат 7-де Нұр-Сұлтан қаласындағы аяз -50 градус деп сезілген. Соған қарамастан қаладағы тіршілік тоқтаған емес. Үйінен жұмысқа, жұмыстан үйіне асыққан жұрт. Ауа райы өте салқын, боран. Бір-екі күннен көктем келеді ғой. Көктем келетінге ұқсамайды. Қыстың өзі соңғы айының соңғы күндері кәдімгідей аязды келіп ұрып келіп тұр. Қыстың күнінің ауа райы өте жақсы. Холод, боран, нормально. Ал Алматыны қалың қар басты. Нөсер жауының соңы қарға ұласып, күн райы күрт суытты. Қалада 20-30 сантиметр, ал тау бөктерінде 50 сантиметрге дейін қар түсті. Қалың қар коммуналдық қызмет мамандарымен қоса тұрғындарды біраз әбігерге салды. Бірінші кезекте тротуар, жаяу жүргіншілер аймағы, қоғамдық көлік аялдамалар тазартылды. Биыл алғаш рет қаламызда осындай қалыптан тыс қар түсіп отыр. Бүкіл коммуналдық қызметтер бүгін жолда. Ол 700-ден астам техника, 2000-нан астам жұмысшылар. Дәл қазір секундына 35 метр жылдамдықпен ызғарлы жел соғып тұр. Ауа райының сезілуде солы -35 градус. Төңірегінде алдағы түнде жел екпіні сәл бәсеңсігенімен ауа температурасы -32-33 градусқа дейін төмендемек. Ғабит Бөкенбай, Жазира Оразқызы, Айдын Нұрғалиев, ұлттық арна.